Осы уақытқа дейін ортақ мәмілеге келе алмай жүрген Шұғыла Ақшам ауданының тұрғындары мен Ақбата компаниясының арасындағы азаматтық ісі сотта қаралуда. Бұл жолы Ақбата компаниясы өзімізге тиесілі деп есептейтін жерлерді босатсын деп шұғылалықтардың үстінен азаматтық әкімшілікке сотқа шағымданыпты. Айтуларынша тұрғындардың құжаттары заңсыз екен. Қолымдағы 1992 жылы берілген тұрғындардың актінде ешқандай орындаушыда қолда координациясы тіпті күні де жазылмаған. Сондықтан оны заңсыз деу негізсіз. Бұл біздегі құжаттармен еш сәйкес келмейді. Екі жақты тыңдаған судья Маржан Қоқанбекова наурыз айының 26-сына дейін қосымша құжаттардың түпнұсқасын алып келіп, істі қайта жалғастыруға шешім шығарды. Ал шұғылалықтардың атынан жауапкер адвокат Евгений Парушев құжаттарды дайындай алатынын айта келе, шағымданушылардың құжаттан заң іздеуі қисынсыз дейді. Құжаттардың сәйкес келмеуі ол кезде дәл бүгінгідей акті мен заң болмаған болатын. Күн координатор жазылмауы заңдылық ол кезде. GPS жүйесі орнатылмаған, мүлде басқа форма болатын. Орган мамандарының қолы бар. Демек біз аталған құжаттарды әкеп береміз.